Сәлем достар, сіздермен бірге бәрі бар каналы. Бүгін біз күн жүйесі жайлы ақпарат беріп өтеміз. Видео басталмас бұрын каналға тіркелуді ұмытпаңыздар. Күн жүйесінің орталық денесі күн. Ал күн дегеніміз жұлдыз, яғни қызған газды шар. Ол өзінің қойнауынан үздіксіз энергия бөліп шығарады. Күн жүйесінің қалған денелері салқын денелер. Күн жүйесінің нысандары 3 топқа. Ал ғаламшарлар массасы, химиялық құрамы, айналу жылдамдығы мен серіктерінің санына қарай 2 топқа бөлінеді. Күн жүйесінің 4 ішкі ғаламшары: жер тобындағы ғаламшарлар, Меркурий, шолпан, жер, Марс, онша үлкен емес ғаламшарлар. Олар тығыз тасты заттар мен металдардан құралған. 4 сыртқы ғаламшар: алып ғаламшарлар, Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, әлде қайда көлемдірек. Олар негізінен жеңіл заттардан құралған. Алып ғаламшарлардың көпшілігінің массасы сутектен және оның көміртекпен, азотпен қосылысынан түзілген. Ал қалған бөлігінің массасы тасты заттар. 3-ші топқа немесе сыртқы күн жүйесіне транснептундық нысандардың кеңістігі, оның ішінде Койпер белдеуі, Оорт бұлты және олардың арасындағы кеңістік кіреді. Күн жүйесі орналасқан орта ғаламшар аралық ортасы деп аталады. Біздің күн жүйемізден нені көруге болады? Күн, жер серігі ай және ғаламшарлардан Меркурий, шолпан, Марс, Юпитер мен Сатурнды құралсыз көзбен көруге болады. Кейде жарық астероидтер, сирек ұшырасатын кометалар мен метеорларда телескопсыз ақ көзге шалынады. Ғарышқа қуатты радиосигналдар жіберіп тұратын жұлдыздарды пульсарлар деп атаймыз. Құс жолы ғаламының бір шетінен екінші шетіне дейін 100 000 жарық жылға тең. Күн жүйесі құс жолын әр 250 миллион жыл сайын айналып өтеді. Осымен видеомыздың соңына келдік. Видео ұнаса лайк басып, коммент қалдыруды ұмытпаңыздар. Келесі кездескенше, YouTube'тың қызығын бөліскенше достар.